Шәмші ешқашан сыған қызына ғашық болған емес. Шәмші екеуміз 1957 жылдың аяғынан бастап эфирге бірге шықтық. Содан бері өле-өлгенше жобымыз жазылған жоқ. Тіпті бір үйде тұрдық. Мен үйленгенде Шәмші «Сен сұлу» деген әнін тойымызға шашу ретінде әкеліп, дастархан үстінде тұсауын кескенбіз. Сондықтан да Шәмші әндерінің көпшілігінің туу тарихы күні кешегідей көз алдымда. Рас, «Сыған сиренадасы» әнінің тағдыры шытырманға толы болды. Соңынан түрлі қаңқу сөз де ерді. Бірақ оның барлығы жалған. Жас кезімізде Шәмші, Мыңжасар Маңғытаев бар. Барлығымыз жиналып басымыз қосыла қалса, орыстың халық әндерін айтып, сыған романстарын тыңдағанды жақсы көретінбіз. Содан шабыт алатынбыз. Тіпті сол үшін сыған романстарының жинағын Мәскеуден арнайы алдыртқанымыз да бар. Ел сүйіп тыңдайтын «Сыған сиренадасы» да соның әсерінен туды. Кейін сөзін Қадыр Мырзалиге телефонмен өтініш айтып, қолқалап жаздырған болатын. Әннің бар тарихы осы. Ел гулеткендей, Шәмші ешқашан сыған қызына ғашық болған емес. Махаббаттан Мәжнүн күйге түсіп, Табырдың соңынан да кеткен жоқ. Бұл оқиғаны ең алғаш жазған Оразбек Бодықов. Шәмші өмірі қызық болсын деп жазған «Мен едім Ілия шырағым» деп кейін өзі де айтты.